жиналған қауым бүгінгі пәтер иелеріне қоныстарыңыз құтты болып, тойларыңыз тойға Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің бағдарламаларына қатысып баспаналы болғандардың басым бөлігі жас отбасылар. Бұқараның қуанышына ортақтасқан облыс әкімінің бірінші орынбасары үйлі болғандарға салтанатты түрде кілт тапсырып, келе жатқан атазан күні мерекесімен құттықтады. Өздеріңіз көріп отырсыздар, жергілікті бюджеттен, республика бюджеттен жалпы дағдарысқа қарамай қандай құрылыстар салынып жатыр. Құрметті көпшілік, қуаныштарыңыз құтты болсын. Жаңа үйдің іргетасы мықты, керегесі кең, шаңырағы биік болсын. Ішінде тек қана татулық пен береке, қуаныш пен бақыт, құт пен ырыс салтанат құрсын. Сейітбековтер отбасы көптен күткен 3 бөлмелі пәтердің кілтін алды. 2 бала тәрбиелеп отырған жанұя бұған дейін әр жерде пәтер жалдап тұрып келген. Көші-қонның машақатын тартқан ерлі-зайыпта енді перзенттерінің кең әрі жарық өз бөлмелері болады деп қуанып отыр. 3 бөлмелі пәтер маған өте ұнады, кең, мол. Мені бүгін жолдасым, 2 балам үшін, біз үшін өте қуанышты күн. Бұл пәтерді біз 2 жыл бойы күтіп, мені бүгін қол жеткізіп отырмыз. Үлкен рахмет басшыларға, алғысым шексіз. Бүгін берілген көпқабатты үйдің құрылысын Агроспецстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізген. Аталған серіктестік жыл соңына дейін дәл осындай тағы бір 80 пәтерлі үйдің құрылысын аяқтайтын болады. Оны ағымдағы жылдың желтоқсан айында үй кезегінде тұрғандарға тапсырмақ. Жыл соңына дейін қараша айында қасымызда тұрған тағы 80 пәтерлі үйді ол кезекте тұрған азаматтарға тапсыратын боламыз. Жалпы көріп тұрсыздар, осы массивте бізде 19 үйдің құрылысы жүру керек. Былтырғы жылы 2 үйдің құрылысы толығымен біткен. Биылғы жыл тағы 3 үйдің құрылысы бітеді деп жоспарлап отырмыз. Және 11 үйдің құрылысы бүгінгі күні басталып кетті. Ол үйлерді келесі жылы беретін боламыз. Бүгінгі таңда қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша Арай алқабынан 14 гектардан астам жерге 10 көп қабатта тұрғын үй салынуда. Оған республикалық бюджеттен 3 миллиард теңге бөлінген. Жұмыстар толығымен аяқталса, 800-ден аса отбасы баспаналы болмақ. Берік Жұмабайлы, Ермек Кеншімбек, Jet News.